Сәлем достар, сіздермен бірге Нұрманова Асия, жалпы тәжірибелік дәрігер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кеттіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ана сүтінің құндылығы туралы әңгіме айтатын боламыз. Жалпы ана сүті деген бұл ешқандай жануардың сүті, ешқандай смесь орнын баспайтын ең құнды бала үшін тағам болып саналады. Ана сүті, яғни бала дүниеге келердің алдында бізде молозива пайда болады. Молозива дегеніміз ол жабысқақ сары түсті жаңағы сүт бездерінен бөлінетін бөлінді болып саналады. Яғни бұның құрамында бізде каротиноидтар мен және витамин А болады. Бұлар баланың көру қабілетіне өте пайдалы болып келеді. Жалпы осы молозиваның 3-2 бөлігі қанның ақ денелерінен тұрады. Яғни ақ дене дегеніміз лейкоциттер. Лейкоциттер бізге не затқа жауап береді десек, яғни бұл иммунитетке жауап береді. Осы молозива емізу маңызды болып саналады. Өйткені оның құрамында иммунитетке көмектесетін, яғни қанның ақ түйіршіктері лейкоциттер бар. Жалпы сүттің бөлінуі бұл әр адамда әртүрлі болып жатады. Босанғаннан кейін кейбірінде 3 күнде, 2 күнде, немесе кейбірінде сол күні сразу сүт бөліне бастайды. Яғни сүттің бөлінуі, яғни алғашқы кездерде сүт өте көп бөлінеді, осы кезде әйел адамдарда мастит пайда болады. Мастит туралы айта кетейік, яғни мастит дегеніміз не? Мастит дегеніміз, яғни мына сүт бездерінің воспалениясы болып саналады. Бұл неден пайда болады десек, яғни бұл лактостаздың жалғасы болып келеді. Яғни лактостаз дегеніміз мына сүт бөлетін протоктардың келіп қысылып қалуы. Яғни бұл тар іш киім кигеннен немесе қысып бір жағымен жатып қалған кезде бұнда стаз пайда болады да, осының нәтижесінде сүт бөлінбей қалып, яғни лактостаз пайда болады. Осының нәтижесінде мастит пайда болады, сүт безі қатайып кетеді. Яғни сүт безі қатая бастаған кезде бізде 2-ақ күн бар. Осы 2 күннің ішінде біз сүт бездерін босатуымыз қажет. Яғни бізге кім көмектеседі? Бұл кезде біздің әрине баламыз көмектеседі. Ешқандай молокосос бала сияқты ешқандай көмектеспейді. Яғни баламызды осы қатып қалған төс жағына келіп көп еміздіреміз. Ең күшті осы молокосос бала болып саналады. Егерде лактостаз 2 күннен асып кетіп, температура төспей, төс безі қызар, одан сайын ауыратын болса, біз дереу арада маммологке баруымыз қажет. Маммолог бұл жағдайда сізді УЗИмен қарайды. Егерде гной табылған жағдайда, оны грамотный маммолог болса, оны шприцпен алып, ішін антибиотиктермен келіп тазалайды. Көп жағдайда қыз-келіншектер, точнее келіншектер, бұлар жаңағы хирургке барып, кестіртіп тазалатқызады. Перевязкаге бару, кесілген операция жасалған емшекпен баланы емізу бұл өте қиын болып келеді. Яғни бұл полиом кескеннің өзінде де, яғни гнойны алып тастаған өзінде де лактация тоқтамайды, сондықтан баланы емізесіз, амал жоқ. Сондықтан маститті одан сайын асқындырып алмаудың жолдарын қарау қажет. Яғни сүт безін қатырып алмау қажет. Қолмен сығып, баланы еміздіріп деген сияқты сүт безерінің ең бастысы қатырып алмау қажет. Сүттің көп бөлінуі ол не үшін? Яғни сіз дүниеге бала алып келдіңіз. Сіздің организміңіз және өзіңізде шоковый состояниедесіз. Осы шоковый состояниеде сіз қанша бала дүниеге келді білмейсіз. Бұл кезде келеді біздің окситоцин гормоны мен пролактин гормоны тез қызмет жасай бастайды. Яғни баланың қарны ашпас үшін көп мөлшерде сүтті бөле бастайды. Өйткені қанша бала дүниеге келген білмейді. Может, ол бала өліп қалған шығар. Может, ол баланы анасы келіп тастап кеткен шығар. Оны білмейді организм. Сіз баланы емізесіз. Емізген кезде көбінесе баланы 40-нан кейін немесе 3 айдан кейін уже сүт мөлшері азая бастайды. Не үшін азая бастайды? Яғни адам организмі сол баланың қаншалықты тамақ ішкеніне байланысты өзі подстраиваться ете бастайды. Яғни бала аз мөлшерде еметін болса, сүт аз мөлшерде бөліне бастайды. Көп мөлшерде еметін болса, көп мөлшерде еметін. Может, сізде 4 бала шығар, может, сізде 2 шығар. Организміңіз білмейді. Сол үшін кейбір айтады, менде басында деген көп сүт бөлінеді, қазір сүтім вообще аз дейді. Сіздің сүтіңіз аз емес. Балаға ешқашан сіздің сүтіңіз аз емес. Және құнарсыз болған емес. Осыны ұмытпайық аналар, Көбісіне аналар жазып жатады, менің сүтім құнарсыз, балама сүтім жетпейтін сияқты. Сіздің сүтіңіз жетеді. Сіздің сүтіңіз құнарлы. Сіздің сүтіңізден артық ешқандай балаға тағам жоқ. Дәрі-дәрмек те жоқ. Ананың сүті баланы емдейді. Бала, кейбір ата-аналар айтып жатады, менің балам тоймайтын сияқты дейді.
смес берген кезде бала дейтін жақсы ұйықтайды, ұзақ ұйықтайды, үйдегілер смес бер деп айтады, бірақ мен емізгім келеді дейді. Ондай жағдайда не істейміз? Сіз бірінші дұрыс емізесіз бе? Баланы төске дұрыс қоясыз ба? Бұл туралы ютубта көптеген видеолар бар. Соларды қарап, баланы қалай сүтке, яғни емшекке қалай орналастыру қажет, сол туралы видеоларды қарап алыңыз. Немесе өзіңіздің участковик дәрігеріңізден, немесе роддомда қасыңыздағы келіншектерден, немесе медбике дәрігерлерден сұрап алсаңыз болады. Енді қараңыз, сіздің сүтіңізге тоймайды деп ойлайсыз, иә? Сіз баланың сүтке тоятын, тоймайтын қайдан білесіз? Сіз былай білесіз. Ай сайын баланың медосмотры бар, иә? Ай сайын баланы барып весін өлшейсіз, бойын өлшейсіз. Осы кезде бала қалыпты жағдайда вес қосып жатыр ма? Қалыпты жағдайда бойы өсіп жатыр ма? Сіздің сүтіңіз керемет. Одан артық не керек басқа? Быттайтып баланы семіртіп не керек? Өзіңіздің беліңізді ауыртасыз, баланы көтересіз. Ертең бала көтер деп айтады, иә? Немесе үлкендер айтуы мүмкін, бала ертең жүріп ақтап кетеді, анау мынау дейді. Бала өз қажетінше тамақ ішсе болды. Сіз мысалға өзіңіз бір кесе тамақ ішесіз, басқа біреу дейтін екі кесе тамақ ішсе айтпайсыз ғой, менде екі кесе ішейін, менің қарным тояды деп. Сіздің қарныңыз соған үйренген. Сол сияқты әрбір бала индивидуально. Ананың баласы семіз, біздікі арық деген сияқты әңгіме болмау керек. Ол әйел адамды стресске түсіретін бірден бір себеп. Стресске, депрессияға алып келеді, иә? Босаған әйелдер өте ашушаң болып келеді. Енді қараңыз, сіздің сүтіңіз балаға тоймайды деп ойлай берсеңіз, сонда да сіз қалай емізесіз? Соны қарауыңыз қажет. Яғни емізген жағдайда баланы бір жақ төспен толық бала еміп біткенше еміздіруіңіз қажет. Яғни мына жақтың алдысын, мына жақтың алдысын еміздірудің қажеті жоқ. Яғни бізде сүт алдыңғы артқы деп бөлінеді ғой. Алдыңғы бөлігі ол сулы болып келеді, яғни сұйық болып келеді. Өзіңіз сығып қарасаңыз, көгілдір болып келеді. Осыны көріп алады да үлкен адамдар сіздерге айтады, сүтің құнарсыз, ане көрдің бе, аппақ деп айтады. Су сияқты көгілдір деп айтады. Ол дұрыс емес. Өйткені әйел адамның сүтінің алдыңғы бөлігі көгілдір болып келеді да, артқы бөлігі қою, кәдімгідей аппақ болып келеді. Сарғыштау түсті болып келеді. Енді қараңыз, сіз алдыңғы бөлігін еміздіңіз, келесіде екінші бөлігін тағы алдыңғы бөлігін емізесіз. Яғни бұл баланың шөлін қандырады тек қана, қарнын тойдырмайды. Сіз ойлаңызшы, өзіңіз су ішіп алдыңыз, қарныңыз тойған сияқты, біраздан кейін қарныңыз қайттан ашады. Балада да то же самое. Бір жақ емшекті толық балаға еміздіресіз, алдыңғы артқысын бәрін. Бала артқы жағында келіп шаршап қалады. Потому что балаға напормен келіп тұрған алдыңғы бөлігін еміп алса болды. Ары қарай шаршап ұйықтап қалады. Оянама қайттан осы жағын беріп алыңыз. Одан кейін барып екінші жағын беріңіз. Келесі жылаған кезде. Баланы емізген жағдайда неге қарамаймыз? 2 сағат сайын, 3 сағат сайын емізу деген ол бұрыннан қалған. Баланың қай кезде қарны ашып жылайды, сол кезде ғана еміздіресіз. Баланы еміздірген жағдайда сіз балаға еміренуіңіз қажет. Сіз бүкіл нервіңізді стресспен отырып еміздірсеңіз, балаға сүт дұрыс бөлінбейді. Өздеріңіз аңғарасыз ба? Ашуланып, я бір жаққа асығып барсаңыз, бала келіп ұйықтамай қояды. Я ембей қояды. Я тоже андай раздраженный болып тұрады. Не үшін? Потому что анасы арқылы беріледі оның бәрі. Сол үшін баланы еміздірер алдында тыныштық жағдайында еміздіруіңіз қажет. Балаға еміреніп, жақсы көріп отыруыңыз қажет. Өзіңіз аңғарасыз ба? Мысалы, бір жаққа кетіп қалсаңыз, балаңыздың суретін қараған кезде еміренсеңіз, уже сүтіңіз бөліне бастайды. Төстеріңіз шымырлай бастайды. Сол үшін айтады, бір жаққа кеткен кезде балаңды ойлама, мүлдем жылатасың балаңды деп. Сол ана мен баланың бір-біріне деген контактісі. Баланы еміздірген жағдайда төстің ұшын каждый раз жуып қажет емес. Өйткені төстің ұшында ареолалар болады. Сол ареолалар төстің ұшын дезинфекция жасап, өзі майлап отырады. Сіз каждый раз жуған сайын оны құрғатасыз, трещина пайда болады, өзіңіз жылайсыз, қанайды ол жер. Зачем ондай проблема, иә? Ол үшін жуудың қажеті жоқ. Ол жердің и так бәрі таза. Оны қайта-қайта жуып, сіз сабында баланың аузына стоматит пайда болады. Зачем лишний проблема, да? Енді қараңыз, кейбір жағдайда айтып жатады, балаға смес бер, тағы да басқа анау да мынау дейді. Смес не үшін шығарылған? Соны біріншіден білейікші. Смес деген ол, егер бала дүниеге келгеннен кейін анасы қайтыс болып кеткен жағдайда смес беріледі. Немесе анасы психически ауру адамдар болады, иә? Анасы психически ауыратын болған жағдайда баланы еміздіруге оған рұқсат жоқ. Сол үшін оған смес беріледі.
немесе анасы қиын босанып, немесе кесарьмен босанып, қиын жағдайда болған жағдайда анасы реанимацияға жатқызады. Осы жағдайда баланы еміздірмейді ғой, енді смесь береді. Сиырдың сүтін, ешкінің сүтін беріп қажет емес. Енді қараңыз, сиырдың сүтін, ешкінің сүтін не үшін беріп қажет емес? Сиырдың сүтінде казеин бар, иә? Ол баланың асқазаны өте ауыр, потому что баланың асқазанында казеинді қорытатын фермент жоқ. Оның ішіне баланың ферменттер жоқ. Например, баланың уже аңғарасыздар ма, 6 айға келген кезде, балаға тамақ беріп бастаған кезде, кейбір тамақтар дәл сол күйінде қайтып шығады какашкасымен. Не үшін? Потому что ол тамақты қорытатын балада фермент жоқ болғасын дәл солай шығарады. Баланың асқазанына ауыр тиеді. Сол сияқты казеинді қорытатын балада фермент жоқ. Баланы босқа қинайсыз. Сиырдың сүтін кім ішеді? Сиырдың сүтін бұзау ішеді. Ешкінің сүтін кім ішеді? Лақ ішеді. Қойдың сүтін кім ішеді? Қозы ішеді. Адамның сүтін кім ішеді? Баласы ішеді. Иә? Сосын мынандай айтып жатады. Баланы жаңағы еміздірген кезде сүттің құнарлы болу үшін сүтті шай іш, сүт іш, сонда сүтің көп болады, сүтті тағам жие дейді, иә? Неге емшектері торсықтай? Сиырлар сүт ішпейді, бірақ сүті көп. Неге қойдың сүті бар, ешкінің сүті бар? Сонда олар ішпейді, бірақ сүтті, молочный продукты жемейді, бірақ сүтті жақсы. Адам неге сүт ішкенде сүті жақсы болады? Осы логикалық сұрақ, иә? Оған қарамайды. Сүтті шай ішсіз, оған қарамайды. Көп тамақ жесеңіз де, аз тамақ жесеңіз де сүтіңіз болады. Су, главный, су ішсеңіз, сұйықтық ішсеңіз, сүтіңіз сізде келе береді. Сонымен, баланы еміздірген кезде еміренеміз бірінші кезекте. Бір жақты үсті толық береміз балаға, екінші жаққа ауыстырмаймыз. Бала басында шөлін қандырады, одан кейін тамағын ішеді, яғни қою бөлігін ішеді, иә? Балаға смесь бермейміз, смесь беріп балаға еміздірмей өзіміз қолдан қатерлі ісікті жасап аламыз. Сондықтан еміздіріп отыруымыз қажет. Смесь берудің қажеті жоқ. Балаға сүтім көп болсын, құнарлы болсын деп келіп қою тамақты, басқа да тамақты жей беріп та қажет емес. Яғни сұйықтық көп мөлшерде ішсеңіз, ол сізге балаңызға сүт болып барады. Құнарлы сүт болып барады. Осы жағдайларда ескерейік ата-аналар. Депрессияға түспеу үшін сіздің айналаңыздағы адамдар да осыны білуі қажет. Сізге поддержка жасау қажет. Менің барлық айтқандарым түсінікті болған шығар. Өзімізді күтейік, каналыма тіркелейік. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазайық. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.